Жағын айтып берейін ба, осы шайтаннан келген ой деген ше? Айтайын, братан, мен сізді толықтай түсініп тыңдауға дайынмын. Мынандай, дінде адамның ойлары өзінікі емес дегенге адамды үйрету керек. Неге? Себебі ол бір күні ойланып қалған сәтте, оны өз ойлары діннен алып шығып кетпес үшін адамға сенің ойың сенікі емес дегенді түсіндіріп, соны санасына құйып қою керек. Мысалы, сен бір күні діннің бір кемістік жағын көріп қалдың. Өзің ойланып жүрдің, мысалы, жан-жақты ойланып жүрдің де діннің бір кем жерін көріп қалдың. Сол сәтте сені имамдар қалай ұстайды? Имамдар бүйтіп саған: бұл шайтаннан келген ой. Шайтан сені азғырып отыр, шайтанның ойына ілеспе дейді. Яғни ол сенің ойың деп айтып жатқан жоқ ол саған. Ол сенің ойың емес. Ол шайтаннан келген ой деп сені өз ойыңнан өзіңді қашырғызып жатыр да. Осылайша олар сені шығып кетуден ұстап қалады. Жақсы ой келсе ол Аллахтан, жаман ой келсе періштеден. Сен ол жерде өзіңнің санаңның саған ой толғанысының нәтижесінде бір кеп тұрған самал несін саңлаудан сені алыстатады. Бұл сенікі емес деп. Сөйтіп сені ұстап қалады. Жаңағы шайтаннан келген ой деген мәселенің дінде болуы осы себебі.